Сәлем қыздар, сіздермен бүгін үй жағдайында борщ жасаймыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк қойып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен салқын суымызды құйып алып, етімізді жақсылап жуып, газға қоямыз. Ең алдымен көбігі шыққанша күтеміз. Көбігін жақсылап алып болғаннан кейін татымына қарай тұз қосамыз. Егер де сіздерде еттеріңіз майсыз болса, кішкене май қосуға болады. Газымыздың астын ең баяу отқа қоямыз. Қақпағын жауып 40 минут бұқтырып пісіреміз. Болбырап пісіп тұрған етіміздің үстіне пияз қосамыз. Және картопты де осылай кубиктап турап, пияздың артын саламыз. Свекламызды теркадан өткізіп қоямыз. Біздің сорпамыз осындай мөлдір болу керек. Сол кезде өте дәмді болады. Сорпа дегенді негізі өте баяу отта пісіру керек екен. Етті сүзіп алған соң қырыққабат саламыз. Менде қатырылған қырыққабат, сізде свежий болса свежий қосыңыз. Оның үстінен свекланы қосып 20 минут бұқтырамыз. Міне біздің борщымыз дайын болды. Қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады: қаймақ, майонез, зелень, укроп. Сіздермен болған Жанерке. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.